Өткен санымызда біздің журналистік топ Түркістан қаласына қарасты Жаңа Иқан елді мекеніндегі бюджет қаражатымен қарастырылған субсидиялық бағдарламамен 2013-2017 жылдар аралығындағы жеміс-жидек дақылдары, жүзімнің көпжылдық көшеттерін отырғызу және өсіру шығындарының құнын субсидиялау қағидалары бойынша шаруа қожалықтарының қазіргі таңда жасап жатқан жұмыстарының қарқынын көргіміз келіп, журналистік зерттеу жүргізген болатынбыз. Елге барсаң асыңды, ел қадірлей басыңды, итке берсең асыңды, ит мүжиді басыңды деп ата-бабаларымыз айтып кеткендей, кейбір шаруа қожалықтарының субсидия қаражаттарынан алып, алайда көрсеткіштерінің жоқ екенін байқадық. Себебі жүзім көшеттерін отырғызылған жерлерде жүзімнің өсіп емес, солып жарамсыз күйде екенін көріп, бюджет қаражатының жерге ұшқан өзіміз тікелей көрдік. Сонда дейміз-ау, неге атқа мінер ағаларымыз бұл мәселеге тереңінен үңілмейді екен? Әлде ол берілген қаражаттың сұрауы жоқ па? Елге жақсы қылығың елдің іші танымық, елге жақпаса қылығың үзіледі жолының дегендей, кейбір шаруа қожалықтарының іс-әрекетіне, ауыл әкімдеріне сын айтпайды екен деп қаласыз. Алайда біз Жаңа Иқан ауылдық округінің әкімі Сәдибаев Серік Өмірханұлы бұл мәселені білмей ме, әлде білсе де білгісі келмей ме, түсінбедік. Қала әкімдігінде өзекті мәселені неге қадағалауға алмайды? Біздің қасымызда осы жерлерде көрерде жүрген Жаңа Иқан ауылдық округінің жер инспекторы Бахрам Бахрамов жол көрсетіп жүрген болатын. Мәселенделік Жаңа Иқан ауылдық округінің әкімі Сәдибаев Серік Өмірханұлы біздің шыққан репортажымызды көрген болса, бізбен жүрген қызметкері Бахрамнан кейбір шаруа қожалықтарының жұмысындағы шикіліктердің бар немесе жоқ екендігі бойынша неге есеп алмайды деп қаласыз. Себебі біз көрген орынсыз нәрселерді жанымызда жүрген Жаңа Иқан округінің жер инспекторы Бахрамның айтпауы әрине мүмкін емес. Тағы да делік, айта кететін қызықтысы, сол біздің репортажды көрген көрермендерімізден редакциямызға қоңырау соғулар жиілеп кетті. Сондағы халықтың редакциямызға айтқаны Жаңа Иқан ауылдық округіндегі шаруа қожалықтарының шикілік тұстары сияқты оқиғалар олардың да ауылдарында орын алып жатқандығы. Атап айтар болсақ, Шаға ауылдық округі, Жүйнек ауылдық округі, Оранғай ауылдық округі, Үшқайық ауылдық округі, Сауран ауылдық округі, Шорнақ ауылдық округі, Бабайқорған ауылдық округі, Қарашық ауылдық округі. Ендігі бағытымыз бұл көтерілген мәселе басқа да аталған ауылдық округтерге қаншалықты сапасыз жұмыс жасалғанын көзбен көріп, репортаж дайындап, көрермендерге ұсынатынымызды айтқымыз келеді. Біздің экраннан ажырамаңыздар дегім келеді.